Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз ерекше махлюбе жасайтын боламыз. Оған керекті заттар бізге ет, картошка, пияз, сәбіз, көкбұрыш, баклажан керек болады. Қызып тұрған қазанға майды қойып, қыздырып майды, артынан етті саламыз. Екінші ыдысымызға қыздырып майды құйып қоямыз. Менде қойдың еті, қалаған еттеріңізді қоссаңыздар болады. Мен қойдың етін қостым. Және де 5-10 минутқа қақпағын жауып қоямыз. Осылай суы тартылғанша. Енді біз картошкамызды салып, екі бетін бірдей қызартып қуырып аламыз. Екі беті менде осылай шықты, қызыл болып, және де баклажанды дәл осындай картошка секілді қуырып аламыз. Менде еттің суы тартылды. Тағы да су құйып 5 минутқа қоямын. Және де баклажанымыз дайын болды. Енді біз сәбізімізді салатын боламыз. Сәбізді дәл осылай екі бетін бірдей қызартып аламын. Енді біздің етіміз дайын болды. Енді пиязымызды реттеп қазанға саламыз. Сосын артынан етті салап реттеп аламын. Сосын картошканы саламыз. Сосын көкбұрыш, баклажан, сәбізді саламыз. Өздеріңізге ұнаған дәмдеуішті қосасыздар. Егер ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. 5 минутқа осылай мен қуырып алдым. Сосын қазанға салып, қасықтың көмегімен үстінен басып шығамын. Сосын бір кесе су құямыз. Мен дәмдеуіш араластырып, суды құйып, 35 минутқа қазанның қақпағын жауып қойдым. Енді салатымызды дайындаймыз. Салатымыз дайын. Менде екі түрлі салат болады. Және де тамағымыз дайын. Қасықтың көмегімен осылайша тамағымызды аламыз. Бізде тамақ дайын болып қалды. Енді салаттарды безендіреміз. Өте дәмі керемет, ерекше болып шығады. Жасап көрсеңіздер болады. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.